Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін жасалу жолы оңай, өте жұмсақ, дәмді болып шығатын пирожный дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, лайк, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ендеше бастайық. Алдымен ыдысымызға 5 жұмыртқамызды жарамыз. Одан кейін 200 грамм қантымызды салып, көпіргенше жақсылап тұрып миксерлейміз. 2-3 минуттай миксерлейсіздер. Міне аппақ көпіргенше миксерледік. Одан кейін сгущенкамыздың жартысын қосамыз. Жартысын креміне алып қаламыз. Және 100 грамм майды ертіп қосамыз. Жақсылап араластырып миксерлейміз. Енді 300 грамм ұнымызға 15 грамм қопсытқышымызды қосып араластырып, елеуіштен өткізіп қосамыз. Жақсылап араластырып, одан кейін миксерлейміз. Қамырымыз қатты қою емес, қатты сұйық емес, қаймақ сияқты қамыр шығады. Жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді табамызға пергамент қағазымызды төсеп, сұйықтығымызды құямыз, жан-жағына жеткізіп тегістеп шығамыз. Пештеріңізді алдын ала қыздырып қойыңыздар. Ең жоғарғы градуста 30 минутта пісіп шығады. Дайын болған пирожныйымызды стаканның көмегімен бөліктерге бөліп шығамыз. Міне видеода көрсетілгенде осылай бөліп шығамыз. Міне өте жұмсақ болды. Қалған осы пирожныйдан қалған шет-шетінде қалады ғой, соларды қолмен үгітеміз. Жақсылап қолмен үгітіңіздер. Майдалап. Енді крем дайындаймыз. Ыдысымызға жаңа қалған жарты сгущенкамызды қосамыз. Және 100 грамм үй температурасында сары майымызды қосып, жақсылап араластырып крем шықты. Міне осындай өте майда болу керек. Одан кейін пирожныйымызды алып, жан-жағына жағамыз және үстіне жағып, жаңа үгітіндімізді жан-жағына үстіне сеуіп шығамыз. Өте дәмді болады. Міне пирожныйларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк, комментарий жазып, каналыма қолдап тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.